Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. 6 сынып. Сабақтың тақырыбы екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің графигі. Сіздің меңгеретініңіз екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің графигін салу. Сіздің білетініңіз екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің шешімін табу. Сіздермен жүздесіп отырған Алматы облысы Ақсу ауданы Жансүгіров атындағы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің математика пәнінің мұғалімі Жамбаева Назира Тоқтасынова. Бұрын білгенімізді қолданып, төмендегі тапсырманы орындап көрейік. Берілген суретте 1,5х азайту y қосу 3 0 теңдеуі түрінде жазылған ax қосу by қосу с 0 теңдеуі график көрсетілген. Мұндағы А-ның, Б-ның және С-ның мәнін табыңдар. Енді жауаптарыңызбен салыстырыңыздар. А 1,5-ге тең, Б -1-ге тең, С 3-ге тең. Екінші сұрақ. Демек, ax қосу by қосу с 0 теңдеуінің графигі қандай сызық? Менің жауабыммен тексеріңіздер. Түзу сызық. Суретте 1,5х азайту y қосу 3 0 теңдеуінің графигін көріп отырсыздар. Түзудің бойында жататын x, y айнымалы жұптарын табыңдар. Екеу немесе үшеуін тауып көріңіздер. Графикке қарап. Менің тапқанмен өздеріңіз тапқандарыңыз көріңіздер. -2-де 0. Түзудің бойында жатыр. 0-де 3. 2-де 6. Және тағы басқа осы түзудің бойында жатқан кез келген нүктенің x, y координатасы осы теңдеудің шешімі болып тұр. Түзудің бойында жатқан x, y айнымалы жұптарының берілген теңдеудің шешімі болатынын анықтап көріңіздер. Мысалға, -2-ден 0 нүктесін алып, x-тің орнына -2-ні қойып, y-тің орнына 0-ді қойсаңыздар, 1,5-ті -2-ге бөлсек -3, y-тің орнына 0-ді қойсақ -3 болады. -3 қосу 3, 0 тең 0. Теңдеудің шешімі болып тұр. Дәл сол сияқты басқа да теңдеудің түбірі деп графиктің бойында жатқан кез келген айнымалы жұбын алып, осы теңдеуге апарып қойсақ дұрыс болатыны көрініп тұр. Қорытынды. Координаталық жазықтықта координаталары екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің шешімдері болатын нүктелер жиыны осы теңдеудің графигі деп аталады. Енді біздің ax қосу by қосу с тең 0 жалпы түрдегі екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің коэффициенттерінің мәніне байланысты 5 түрлі жағдайға бөлеміз. Соның бірінші жағдайымен атап таныстырып кетейік. Мұнда А 0-ге тең емес, Б 0-ге тең емес болса, мысал келтірейік. X азайту 2, Y азайту 4 тең 0 екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің графигін қарастырайық. Шешуі. Алдымен берілген теңдеудің бірнеше шешімдерін табайық. Теңдеудің шешімін табу үшін бір айнымалыға мән беріп, келесі айнымалыны табу тәсілі бар. Егер x-тен 0 болса, теңдеудегі x-тің орнына 0-ді апарып қойсақ, -2 азайту 4 тең 0 деген теңдеуден y тең -2 деген шығады. Яғни 0-де -2 деген шешім. Дәл сол сияқты x-тің орнына 1-ді қойасыздар. 1-ді қойасыздар да y табасыздар. Сонда y -1,5-ге тең. Міне осындай 4 шешімін тауып алдық. Енді осы аталмыш 4 шешімді нүктенің координаталарын координаталық жазықтықта белгілейік. 0-де -2, 1-де -1,5, 2-де -1 және 4-де 0. Енді нүктелерді қосайық. Түзу шықты.
x азайту 2 азайту 4 тең 0 теңдеуінің графигі оның барлық шешімдерін кескіндейтін нүктелердің жиыны. Барлық шешімін көзбен көру үшін осындай графиктің бойында жатқан кез келген нүктені алсақ, x азайту 2 азайту 4 тең 0 теңдеуінің шешімін таба алады екенбіз. Екінші жағдай, егер ax қосу by қосу s тең 0 теңдеуіндегі a тең емес 0, b тең 0, s тең емес 0 болса, ax қосу 0 көбейту y қосу s тең 0, немесе ax қосу s тең 0. Мысал келтірейік, 4x азайту 8 тең 0. Бұнда b коэффициенті 0-ге тең болып тұр. Өздеріңіз көріп отырғандай, арғарай оны мәндес теңдеуге келтірсек, x тең 2 болады. Бұл теңдеудің шешімдері қандай болады? Графигі қалай болады? Теңдеудің шешімдері x тең 2, ал y кез келген сан болатын барлық x, y сандар жұптары. Қане келтіріп көріңіздер, x үнемі 2 болады, ал y-ге кез келген сан қойып көріңіздер. Менің қойған жауабымен сәйкестендіріңіздер. Мысалы, 2-де минус 1, 2-де 0, 2-де 1 және тағы басқа сандар жұптары. Бұл жағдайда теңдеудің графигі OX абсциссалар осымен 2-де 0 нүктесіне қиылысатын және OY координаталар осіне параллель түзу болады. Міне графиктен көріп отырғандай, абсцисса осымен 2-де 0 нүктесінде қиылысып, OY осіне параллель орналасады. X тең 2. Үшінші жағдай, егер ax қосу by қосу s тең 0 теңдеуіндегі a тең 0, b тең емес 0, s тең емес 0 болса, онда by қосу s тең 0 түріне келеді. Осындай жағдайға мысал келтіріп көрейік. Яғни 3y азайту 9 тең 0, y тең 3 деген теңдеуді көріп отырмыз. Теңдеудің шешімдері y тең 3, ал x кез келген сан болатын барлық x, y сандар жұптары. Яғни біз y-дің орнына үнемі 3 қоямыз, ал x-тің мәнін ауыстырып отырамыз. Келтіріп көріңдер. Минус 2-де 3, 4-де 3, 4-де 3 және тағы басқа сандар жұптары. Бұл жағдайда теңдеудің график координаталар осымен 0-де 3 нүктесіне қиылысатын, ал OX абсциссалар осіне параллель түзу. Графикпен түсіндіре кететін болсам, бұл теңдеуіміздің графигі координата осін 0-де 3 нүктесінде қиып, абсцисса осіне параллель орналасады. Төртінші жағдай, егер ax қосу by қосу s тең 0 теңдеуінде a тең 0, b тең 0, s тең емес 0 болса, теңдеудің шешімдері болмайды. Әрине болмайды. Да, аның орнына 0 қоятын болсақ, 0 болады, бұның орнына 0 қоятын 0, ал s ешқашан 0-ге тең бола алмайды. Мағынасы жоқ. Бесінші жағдай, егер ax қосу by қосу s тең 0 теңдеуіндегі a тең 0, b тең 0, s тең 0 болса, координаталық жазықтықта кез келген нүктенің координаталары теңдеудің шешімдері бола алады. Аның орнына 0 қоятын болса, 0 мен x-дің көбейтіндісі 0, бұның орнына 0 қоятын болса, 0 мен y-дің көбейтіндісі 0, с-ның орнына 0 қоятын болса, 0. Барлық 0-дерді қоссақ 0. Сол жағы 0, оң жағы 0. 0 тең 0. Енді екі айнымасы бар сызықтық теңдеудің b тең емес 0, a тең емес 0 болғанда графиктерін салу тәсілдерін қарастырайық. Бірінші тәсіл. Теңдеудің графигі болатын түзудің координаталар осьтермен қиылысу нүктелерін тауып, теңдеудің графигін салу. Бұл тәсілді бастамастан бұрын сіздерге қоятын сұрағым бар. Абсцисса осьмен қиылысу нүктесін табу үшін қай координата 0-ге тең болу керек? Жақсы, салыстырыңыздар, y 0-ге тең болу керек. Келесі сұрақ. Координата осьмен қиылысу нүктесін табу үшін қай координата 0-ге тең болу керек?
салыстырыңыздар, x тең болу керек 0-ге. Мысал келтейік. 5x азайту 4y қосу 20 тең 0 теңдеуінің графигін салайық. X тең 0 болса, жерде біз координата осымен плюс нүктесін тауып отырмыз. Y-тің x-тің орнына 0 қоямыз. Минус 4y тең минус 20, y тең 5. Екінші обчислительный плюс нүктесі y тең 0 болса, 5x азайту 4 көбейту 0 қосу 20 тең 0. 5x тең минус 20, x тең минус 4. Енді осы тапқан екі нүктемізді 0,5 және минус 4-те 0 нүктелер арқылы түзу жүргіземіз. Белгілеп алайық алдымен. Сол түзу берілген теңдеудің графигі болады. Екінші тәсіл. Y-ті x арқылы өрнектеп алып, x-ке мәндер беру керек. Мысал келтірейік. 2x қосу 2y азайту 7 тең 0 теңдеуінің графигін салайық. Шешуі. Бірінші, y-ті x арқылы өрнектеу керек. Бір айнымалыны екінші айнымалы арқылы өрнектеуді алдыңғы тақырыпта өткен болатынсыздар. Y айнымалысын сол жақта қалдырып, теңдіктің қалған өрнектерді қарама-қарсы таңбамен оң жаққа көшіреміз. Y-тен минус 2x қосу 7. Енді x-ке мән береміз. Егер x 3 болса, y-тен 1. X-тің орнына 3-ті қоямыз. Минус 2-ге 3-ті көбейтеміз. Минус 6, минус 6-ға 7 қосамыз 1. X-ке келесі мән береді. X-тен 1 болса, онда y-тен 5 болады. OX, Y координаталық жазықтықта 3-те 1, 1-де 5 нүктелерін белгілейміз. Белгілейік. Осы нүктелер арқылы түзу жүргіземіз. Сол түзу берілген теңдеудің графигі болады. Енді осы айтылған тақырыпты бекіту мақсатында мына кестені толтырыңыздар. Түсіндіре кететін болсақ, AX қосу BY қосу тең 0 теңдеуінің коэффициенттерінің жағдайына байланысты мысал келтіріңдер. Мысал келтіріп отырасыздар. Екінші кесте, жоғарғы кестедегі бір дедік па, бірінші жағдайға байланысты мысал келтіріппіз ғой. Сол мысалға сәйкес графигін сызып, шешімін бір ауыз сөзбен жеткізесіздер. Тапсырма түсінікті болды ма? Келесі тапсырма. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің А тең емес 0, Б тең емес 0 болғанда графиктерін салудың екі тәсілін пайдаланып, x азайту 4y қосу 12 тең 0 теңдеуінің графигін салыңдар. Бірінші тәсілмен және екінші тәсілмен.